ер адам әйел адамнан бір саты жоғары тұрады деген түсінік қалай түсінеміз дұрыс? Бүгінгі таңда ажырасуға көп себеп болып жатқанда да осы жағдай. Бәлкім еркектердің мойнынан аманат деген түсініктің кетіп қалуынан болып жатыр. Әйел адам көреді, еркектің істеу керек міндеті істелмей жатқан екен, аш қала бере ме ол? Балалар бар деген сияқты. Не істейді? Әйел өзі алады қолына. В общем, феминизмнің түбі өзіміз аманатты құртып алған кезде. Өстік көрдік, Тәжірибе. ана мен әке шеше арасындағы қарым қатынасты көреміз да, ертең әйелмен сол қарым қатынас жасайсың. Я тоже человек, я не посудомоечная машина дейді. Балаға намаз керек. Ол кішкентай кезінен уже намазды Лұқман өзінің баласына айтады. Сен біреулерді жақсылыққа шақырмастан бұрын намаз оқы дейді. Қазіргі келіндер слабый дейді, наоборот, қазір жастар слабый дейді. Негізі ол мәдениет сол жақта үйреніп кеткеннен кейін, екі мәдениет қақтығысқаннан кейін болып тұрған проблема. Яда. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, Мұсылман үні каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Нұржан ұстаз, PhD доктор, исламтанушы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұстаз, ол бізде ер мен әйелдің арасындағы исламдағы рөлі, хаққысы. Иншалла. Өте қызықты тақырып болып тұр енді. Алла аман есен алып шықсын бізді, иншалла. Оңай емес тақырып, максимально осы бір сағаттың ішінде, 1,5 сағаттың ішінде пайдалы білім алу нәсіп етсін бізге. Амин, иншалла. Алла Тағала көкірегімізді ашып, ақиқатты айтудан тосқызбасын бізді, иншалла. Ұстаз, неге бұл тақырып танылды деген кезде, қазір көріп жатқан шығарсыз, ажырасулар көп, басқасы көп, сол себептен әр жерден білім келіп жатыр. Психология батыстан келіп жатыр, басқа жақтан келіп жатыр, әр адам өзінің тәжірибесінен айтып жатыр. Содан кейін осы тақырыпты исламда енді нақты бар ғой, мына біткен кезде былай болу керек, әйел адамның мынандай жауапкершілігі бар, еркек адамның мынандай отбасында жауапкершіліктері бар дегендей. Соған біз нақты бүгін қысқа да болса нұсқа жауап алғымыз келіп отыр. Өзім тоже үйленгем, и мен үшін артық болмайды деп ойлаймын кез келген адамға. Вот солай. Енді бірінші сұрағымыз бізде қысқаша айтқанда ер адамның отбасыдағы рөлі және әйелдің алдындағы хақысы, ердің хақысы деп айтайын ба, қалай болады дұрыс? Ер адамға міндеттелетін нәрселер ғой. Ер адамға міндеттелетін нәрселер, не нәрсені орындау міндетті дегендей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Уассалату уассаламу аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар. Күллукум раин ва күллукум масулун аля раиятикум деп айтады. Күллукум масулун аля раиятикум. Мағынасы не? Барлығың міндетті түрде қандай да бір басшысыңдар, барлығың қол астындағыларға сұрауласыңдар дейді. Бұл мағынасы, сен басшысың, мейлі сен жұмыс болмаса да, неге сен өйткені семьяңа басшысың да? Сен семьяңның астында, қол астындағы адамдарға жауаптысың. Сол сияқты сенің әйелің тоже сенің астында болғанмен де, бірақ ол да біреуге басшы, ол да өзінің қол астындағы жауап береді, және балалар деген сияқты. Бұл негізі өте даналы хадиста. Барлығына қол астындағы адамдарға, немесе қол астындағыларға жауапкершілікпен қарауда айтып тұрған мағына ғой. Енді бізде исламда негізі қазақтарда сол еркек отау иесі. Яғни отбасы бұл еркектің айналасында құралады негізі. Мынандай сұрақ туындайды. Енді неге бір адамға бағыну идеясы тұрады? Неге екеуі болмайды деген кезде, дәлел таманух деген ақидада бар. Алла жалғыз дейміз ғой. Сол кезде мынандай дәлел келтіреді. Неге Алла жалғыз дейді? Өйткені Алла екеу болатын болса, екеу де Құдай болатын болса, екеу де қалағанын істей алу керек та дейді. Мысалы, біреу тұрып Айдархан тірі болсын десе, екіншісі Айдархан өлі болсын десе дейді. Екеу де Құдай ғой, екеуінде қалау орындалу керек. Айдархан өлі де тірі де болу керек дейді. Бұл абсурд дейді. Не екінші вариант, Айдархан тірі болады да, ол тірі болуын қалаған Құдайдың қалауы орындалады да, екіншісі орындалмайды, демек екінші лайықты емес деген. То есть екі Құдайдың болуы белгілі түрде міндеттейді конфликтінің болуы дейді. Енді тура осы идея екі басшы болатын болса, негізі бізде ақидада да бар. Ақидада қанша басшы деген кезде, ақидада басшы біреу болады дейді. Онда бар ғой, білесің ба, серый кардинал деген сияқты темный басшы болады ғой. Шииттерде бар, шииттерде бар. Қазіргі бір басшы, Иранның білесің ба, несі президенті бар, және духовный лидер бар ғой. Сол бар ол бұрыннан. Сол екі басшы сияқты. Бұл нәрсе негізі ақылға қонымсыз дейді. Негізі дұрыс емес па? Дұрыс. Муфтият сияқты нәрсе емес па? Ол басқаша кішкене. Жоқ, ол басшы кәдімгідей. Духовный лидер. Ол басшы кәдімгідей. Бұл жерде
негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге берген тәлім тәрбиесінде мейлі адамдар сапарға шығып бара жатсын, әйтеуір қандай да бір қоғам жиналма, бір 4-5 адам жиналсын, міндетті түрде басшы болу керек. Неге басшы болу идеясы бұл маңызды? Потому что соған қарасты қоғамды тыныштықта ұстау ретке келтіріледі. Бір басшы болса. Екі басшы болатын болса, ол белгілі түрде конфликт алып келеді. Енді осы оймен біз тура отбасы жағдайына жақындаймыз да. Бір басшы болу бұл тыныштық алып келеді негізі. Сондықтан да еркектің, біз енді исламнан бұрыннан бәріміз білеміз ғой, иә? Және қазақта да солай бұрыннан келе жатқан заманнан негізі еркек отау иесі. Сондықтан да еркектің жалғыз өзі басшы болуы бұл әйелді төмендету емес. Және басшы болу қандай мәселелерде? Басшы бұл құл болу мәселесі емес, бір төмендету мәселесі емес. Белгілі түрде шешімдерді, енді напақа ғой, кейбір ғалымдар десе айтады, мысалы еркекке неге шешім қабылдау рөлі берілген деген кезде напақаны кім табады? Сыртта еркек тауып келеді ғой. Еркек тапқаннан кейін көп жағдайда болып жатқан семьядағы материалдық шығын, не болмаса материалдық жағдайларды қалай кетуін тапқан адам ойластырып отқан дұрыс та, чем әлі таппаған адам қандай мәселелер тұр екенін білмегеннен қарағанда әйелге беріп қоятын болсақ дейді. Сондықтан да бұл жерде еркектің сол тұрғыдан, яғни белгілі бір экономикалық болмаса белгілі бір мына қоғамды қарай алатын, не болмаса мына семьяға қатысты болашақты бағамдай алатын адам ретінде басшылық берген. Бұл дегеніміз бұл еркек әйелден жоғары, оны төмен санайды деген сияқты мағына бермейді бұл негізі. Енді демек қазір еркек басшы, иә? Бірақ мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Еркек басшы болатын болса, кейбір еркектер бар ғой, мысалы ақылсыз, иә? Барады әйелін мен басшымын деп қинай береді, ұра береді. Олардың жағдайы қалай болады деген кезде, жоқ, олардың жағдайы қарастырылғанда шариғат бойынша олардың арасының еркек разы болмаса да негізі ажырастырылады қазидың үкімімен деген сияқты. Неге? Өйткені әйел егер жәбір көріп жатса, денсаулығына нететін, онда оның хақысын үкімет қорғайды уже. Тұрады да ажырастыру идеясы болады. Енді біз әдетте талақты кім қолында болады? Ер адам. Ер адам ғой. Енді сол кезде көп сұрақ қойылады да маған, әйелдің хақысы қолданып қорғалмаған ба сол кезде? Ер адам талақты бермей оны ұрып жүре беретін болады. Әйел адам ажырасамайды ғой өзінен деген сияқты. Жоқ, қате негізі. Шариғатта ажыраса алады әйел адам, өзі ажыраса алады. Қалай деген кезде оның бір жолы барып, егер өзінің жәбір көріп, шынымен де денсаулығына зиян көріп жүргенін дәлелдеп шығатын болатын болса, онда өкімет оның қорғаушысы болып ажырастыра алады. Күйеуі қаласа да қалмаса да. Ол бұрындары сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде де солай болған ба? Болған. Енді ол жерде бір оқиғалар болған. Хуля деген көп нелер бар, келісім шарттар бар. Например, әйел адам кейде өзінің талағын сатып алуы мүмкін деген сияқты ше. Сондай нәрселер бар енді. Ондай жағдайлар орын алған. Бірақ біздің фақих ғалымдар кейінгі Абу Ханифа, әсіресе Ханафи мазхабы және 4 мазхабта да ижма. Кімде-кім әйелге қиын, енді сен біреуге жәбір көрсете алмайсың ғой. Талағын бермей оған жәбір көрсетіп жүретін болсаң, онда міндетті түрде ақылы тұрғыдан оны ажырастырып алуымыз керек негізі. Сондықтан да бұл үкім бар, қорғалған. Көп адамдар осыны түсінбейді. Енді еркекке не міндет деген кезде, еркекке напақа міндет. Бірінші кезекте напақа міндет. То есть ол әйелден талап ете алады үйде отыршы деп. Егер ол напақасын толық түрде қамтамасыз етіп отырса. Толық түрде деген қалай ол? Өзіне күнделікті киіміне, жататын орнына және тамағына жететін қаражатты тауып беріп отыру. Және бұл күнделікті емес минималкамен есептеу емес, әйелдің оның алдында өмір сүріп өткен жағдаймен есептеу. Түсініп тұрсың ба? Оның алдындағы жағдайы, мысалы, примерно орта жағдайда әкесінің қолында өмір сүрді ма, соны примерно қамтамасыз етіп отыру мәселесі ода. Байдың қызын алған кезде не? Байдың қызын алған кезде біліп тұр ғой не алып жатқанын. Соған қарап шама қарап аламыз. Иә, соны ұйымдастырып отыру. Біздің фақих ғалымдарымыз айтады, соны ұйымдастырып отыру, сол оның негізгі міндеттелетін нәрсесі болған. Енді как минимум жататын орны, киімі және тағамы тұру керек. Енді ер адамның хақысы. Ер адамның міндеттелетіні. Бала шағасының тамағында. Ер адам әйелінен не талап ете алады? Оның екінші сұрағың сол шығар. Жоқ. Әйелдің хақысы шығар. Онда наоборот болып кетті. Біз еркектің міндеттелген нәрсесін айтып жатқан ғой. Сол сияқты балалардың киімі, балалардың тамағы жататын орны еркекке міндеттеледі. Әйел міндеттелмейді. Мен бұл тұрғыдан өзім жақсы көремін айтқанды. Біз енді кейбір адамдар көрсеткісі келеді ғой. Ислам төмендетеді әйелді. Ислам наоборот көтереді әйелді. Әйелге айтып отырық, жұмыс істеме, уайымдама тек.
тек қолыңды ыстық суға салып қойып, үйде балалардың тәрбиесімен айналып жүре берсең болды. Бәрін еркекке міндеттеген дейміз біз. Бұл қайта жақсы ғой. Патшалардың рөлі сол емес па? Қызметшілер жұмыс істейді да, ол жұмыс істемейді. Сол сияқты. Қызметшісі еркек болып тұр дейсіз ғой. Иә, даже тіптен сапарға шыққанның өзінде де әйелге айтады, саған сапарға шығу міндет емес, егер қасында сенің еркек болмаса уайымдама дейді. Мысалы, махрам болмаса, қажылыққа бару міндет емес. Даже шариғат мойнынан түсіріп тұр да, қажылықты мойнынан түсіріп тұр. Махрамды алмадың ба, уайымдама, саған күн сұрамаймын сені, күнә емес деп тұр. Енді сол тұрғыдан еркекке жаңағы нәрселер міндеттеледі да. Біз мен саған айтайын, Айдархан, қазір сұрағың келетін шығар. Осы нәрселерді еркектер бүгінгі заманда дұрыс орындай алып жатқан жоқ. Қыз әйелдердің жылайтыны да бар. Негізі бүгінгі таңда ажырасуға көп себеп болып жатқанда да осы жағдай. Бәлкім еркектердің мойнынан аманат деген түсініктің кетіп қалуынан болып жатыр. Аманат деген түсінік кетіп қалған кезде, енді өзің ойлашы, сен әйелді алып отырсың, әйелді алғаннан кейін сенің аманатың ба? Енді не ол аманат? Сен айтып отыр, ол саған бағынады деп отыр ислам. Демек, саған ислам оны саған бағынады деп айтпауың, сен оның бүкіл жағдайын жасау керексің. Сондықтан да шариғат айтады, сен егер оның нәпақасын тауып беріп отпасаң, не имеешь права оны үйде ұстап отыруға дейді. Түк ақша беріп, нәпақасын бермей жатсаң, сен айта алмайсың ғой үйде отыр деп дейді. Хақысы бар ма шығуға, хақысы бар шығуға. Тыңдамай ма, тыңдамай шығып кетуге болады. Қашан сен оны үйде отырғыза аласың? Нәпақа тапқан кезде. Өйткені сен оны сырттағы жұмыстан тыйып қояйын деп отырсың ғой. Жұмыс істемей уайымдама. Сол кезде ғана сен үйде отырып, ол нәпақасын бересің да. Ал енді қазіргі уақытта сол аманат дұрыс орындалып жатыр ма еркектердің тарапынан? Бәлкім да, бірақ ол мен айта алмаспын, толық дұрыс орындалып жатыр. Кейбір жігіттер орындап жатқан шығар. Енді еркек сол аманатқа қарай алмағаннан кейін, бала шағаның көп жағдайы болмағаннан кейін, сол жеткіп жатқан жағдайда кім жеткісі қолына алады өзі? Әйелі қолына ала бастайды өзі. Дұрыс қой, енді нәпақа бермей тұрса, онда шығып жұмыс істей алады. Яғни күйеуімнің зарплатасы жетіспейді деген сияқты. Жетіспейді, не болмаса мен қалай айтсам болады? Кейде жетіспейді десе жарайды, енді бір қолына шамасы келіп жұмыс істеп жүрсе жарайды, әйел де түсінеді ғой негізі. Бұл жерде шамасы жете отыра негізі. Үйде отыру, болмаса жұмыс істеуге барыну, еріну, сондай адамдар ғой негізі. Басқа да шаруа шығып тұрса, баруға, жоқ, мен ана жұмысты күтіп отырмын деген сияқтылар. Осы кезде қолдан аманат кетеді да, әйел адам көреді, еркектің істеу керек міндеті істелмей жатқаннан кейін аш қала бере ма, балалар бар деген сияқты. Не істейді? Әйел өзі алады қолына. Көп психологтар содан шығып жатыр ғой, историясын еститін болсаң, әйелім зарплата жетіспейді, күйеуім зарплатасы жетіспейді, болмасам нәпақа дұрыс таппайды. Сол аманаттан, Айдархан. Сол біз өзіміз аманатты дұрыс көтере алмай жатырмыз. Енді қолына алғаннан кейін ол кімнің жұмысын жасап жатыр? Еркектің жұмысын жасап жатыр ма? Иә. Демек, еркектегі сияқты ода приоритеттер пайда болады. Мен басшымын дей алады да. То есть кім нәпақа тапты, сол басшы деген өтеді да уже жайлап, мен басшымын дей алады. И невольно, қалаусыз ол уже өзін ешкімге мұқтаж емесін сезе алады да. Мұқтаж емесін сезгеннен кейін оған еркектік сипаттар пайда болады. В общем, феминизмнің түбі өзіміз аманатты құртып алған кезде. Әрбір еркек өзінің аманатын толық дұрыс орындайтын болатын болсаң, әйел сен оның нәпақасын дұрыс тауып беріп отырсаң, болды, қандай проблема? Неге жатпасқа үйде? Егер де сөз мысалға әйел адам қанағатсыз болса, енді ер адам тауып жатыр, бірақ оған еще больше керек деген идеология. Түсіндім. Айдархан, мен біздің қазір айтып отқаным, бұл негізі үкім мынандай ғой, кез келген үкім. Жалпы деген ереже бар да. Көпшілігі бұл барлығының үкімін алады да. Мен саған айтып отқаным, көп жағдайда болғаннан кейін жалпы осы ережені қоямыз да. Бірақ единоличный случайлар болады ғой, когда біреудікі қанағатсыз, біреудің әйелі түсінбейді, біреудің еркегі түсінбейді деген сияқты. Олардың вопростарын жеке-жеке қарастырады жаңағындай. Айтамыз да, сөйлесеміз. Осылай. Бірақ асыл позиция жаңағы мен айтып кеткендей болу керек та, шариғат. Ислам бойынша. Сондықтан да еркектер қазіргі уақытта міндеттеледі, бұл өзінің қол астындағыларға, сен не хақсың, не міндетті отырсың, қол астындағыларға, Алла тағала оларға міндеттеген, қол астындағы адамдарға дұрыстап қарау міндеттеледі. Сол кезде қоғам түзеледі деп ойлаймын.
Напака табуу Напака болгондон жалгыз напака эмес эми. Мгм. Напаканы камтамасыз этүү, кийим, одан кийин ол баары бир айелдин какысы болот, өзүнүн жакындоо какысы бар, ону менен сүйлөшүү какысы бар. Сол какыларын төлөп, какыларын берип дурустап отуратын болсо кандай проблема? Бирок эми жанагындай единоличный случайлар кээде айел канагатсыз болуп атса, кээде эркек не болуп атса, онда биз жеке ситуациясын караштыруу керек да. Былай реттеп берсе болот негизи. Енді келесі сұрақ осы әйел адам міндеттері отбасыдағы. Енді туура солай айел адам міндеттері бар. Біз айттық қой жаңа бір басшы болу бұл неғмет деп ше. Айел адам көп жағдайда итаат ету. То есть итаат етуіміз бойсыну күйеудің әйеліне, күйеуіне. Бірақ бұл бойсыну көп адамдар ойлайды негізі ойбай құл болу деп. Жоқ, бойсыну негізі бұл ненің мәнінен шығып отыр? Семья дұрыс бейбітшілікте өмір сүре алмайды, пока бір басшы болмайынша. Не әйелді басшыл, не еркекті басшыл болу керек болып тұрды да бәрібір де. Енді напақаны кім тауып отқан? Ер адам. Ер адам ба? Енді онда сол жалпы кіші семьяның өзінің саясаты бойынша енді ақшаны тауып отқаннан басшы болған дұрыс қой енді, өйткені бәрін бағамдай алады да. Ұстаз, егер де әйел адам тоже жұмыс істейді, ер адам тоже жұмыс істесе, ол кезде онда олар. Жоқ, ол мен оған байла деп жатқан жоқпын. Мен айтып жатқаным, неге ер кісі міндеттеледі басшы болуға деген кезде, бұл енді Алланың әмірі ғой. Біз енді көп жағдайда біз пайымдай аламыз да, пайымдағанымыз кімге міндет напақа табу? Ер адамға. Енді міндеттілік тұрғысынан шығады да. Сен мысалы мынандай кететін болсаң, әйел тапса ше, онда тоже басшы бола ала ма десең, жоқ, оған міндеттелмеген табу. Міндеттелмеген табу. Міндеттелген еркекке табу. То есть енді міндеттелген еркекке табу болатын болса, онда сол тұрған ол басшы болған дұрыс та. Әйел адам жұмыс істеп нетсе ше, онда ол басшы болмайды. Ол міндеттелмеген табу. Ол для себя табып жатыр да ол. Для себя табып жатыр. Негізі болады, проблема жоқ па? Негізі жоқ, я жұмыс істеймін десе ешқандай проблема жоқ. Күйеуі рұқсат беріп, күйеуі соған көніп, күйеуі шығып не десе, онда ешқандай проблема жоқ. Барып жұмыс істей алады. Бағанандай конфликтный ситуациялар болып қалмай ма дегенім ғой, егерде. Енді қалай айтсам болады екен, бағамдасын, қарасын, әйелінің жағдайын көрсін деген сияқты ғой нәрсе. Егер одан апасыз көріп тұрса, тыю хақысы бар. Бірақ өзі напақасын дұрыстап беріп отырса болды. Енді еркек қой, әрбір адам ислам мысалы каждый семьясына кіріп нете алмайды ғой, абсолютно бір ережені қояды да, қалған ситуация бар, единоличный шешіледі. Әрбір семья әртүрлі болып кетуі мүмкін ғой. Мысалы біреу әйел тұрады да, жұмыс істейді да, жұмыс істегеннен кейін өзінше болып кетуі мүмкін. Біреулер болады жұмыс істейді да, күйеуіне көмектеседі. Бәрі бірдей болып кетпейді ғой. Сондықтан әр жағдайда негізі еркекке өзіне ислам бойынша ғалымдармен сөйлесіп пайымдауға мүмкіндік берілген да. Егер сен әйеліңді көріп тұрсаң, негізі жұмыс істеген оған зиян болып жатыр десең, онда тыйған дұрыс. Ондай кейбір әйел адамдар болады ғой, мысалға өзі кішкентай кезінен бастап отбасында сөйтіп жұмыс істеп үйреніп қалған, андай бір кейде болады. ғой. Ол наоборот, ондайлар күйеуіне көмектесіп, күйеуінің бір жағынан шешіп, ондай адамдар бар. Енді күйеуі қалап тұрса жұмыс істеген ешқандай проблема жоқ, күйеуі рұқсат беріп тұрса болды бұл жерде. Тек сол жаңағы тыйып, бірақ соны тыймай шығып кеткен әйелдер болмаса, сол тұрғынан. Енді мен айттым ғой, негізі дұрыс ақылы бар әйел адам демалып жүргеннен не жетсін негізі? Зачем дейсіз ғой? Енді егер напақасын тауып отырса, біз айттым ғой, әйелдер келе кінәлісіз кейде. Егер напақа табылмаса шығып кетеді ғой, жұмысқа өзі-ақ шығып кетеді ол әйел адам. Табу керек болады да ол. И одан кейін жұмысқа шыққаннан кейін ренжіме да енді сен. Андай үйде жалығып кеттім, сосын жұмысқа кіргім келді деген сияқты болмай ма? Енді бәлкім ондай нәрселер болатын шығар, но мен кеңес беретін едім ондай әйелдерге негізі. Егер сен үйден жалықсаң, онда сен жұмыс істеу идеясын қарастырма, сен просто демалуға шығу идеясын қарастыр да. Енді ақша напақаң беріп отыр ма, күйеуіңнен рұқсат сұрап, демал. Шығып тұр да, үйде жалығып кетпес, шығып тұр да енді. Сабаққа қатысып, қазір ұстаздар көп қой, сіздер сабақ беріп отқан. Өзің сондай нәрсемен занимать ет. Ол жерде қатты не жоқ. Енді әйелдің міндеті не деген кезде, әйелдің міндеті Айдархан күйеуіне итаат қылу, жаңағы айтқанымыздай. Екіншіден, күйеуінің балаларына дұрыстап тәрбие беру. Үшіншіден, күйеуінің ар намысы бар ғой, тапталатыны қылық әрекеттерге бармау, шариғатқа қайшы әрекеттерге бармау. Мен бұл үлкендері негізі. Негізі біраз бар, бірақ основнойларын айтып отырсың. Основной осы, енді каждый айтатын болсақ, кітаптың ішіне кіріп жеке мөлшер. Основной осы үш негіздің ішіне жүре береді негізі. Бала шағасын тәрбиелеу деген ол бірінші әйелдің мойнында тұрған нәрсе ма? Енді жоқ, негізі әкесінің міндеті. Бірақ тәрбие беру, ілім беру.
ілім беру бар ғой, әкесінің міндеті. Мен сізге айтайын, мысалы шариғатта мынандай нәрсе бар. Кімде кім зинадан туылса имам болуға болмайды деген нәрсе бар да. Болмайды емес. То есть нормально зинасыз адам болып тұрса, онда сол зинасыз туылған бала шығады, еркек шығады деген сияқты. Сол имамдыққа шығады. Иә, бірақ өткенде бір видеоны естіп қалдым, бір осы біздің өзіміздің уағыздардың бірі. Сондықтан да көрдіңдер ма, зина жасаудың қандай қиын. Егер сен зина жасайтын болсаң, кейін балаң имамдыққа шыға алмайды деп қате түсінік. Бұл жерде оның зина жасаған, әке-шеше зина жасап туылғанда баланың қандай кінәсі бар? Кінәсі жоқ. Ноль кінәсі. Сын за отца не в ответе деген бар, иә, ол біз шариғатта бар, ол негізі біреудің күнәсін көтермейді ол. Ал енді не етіп айтылды деген кезде, бұл жерде көп жағдайда зинадан туған балада кім болмайды? Әкесі мойындаған болмайды да. Дұрыс қой енді. Анасы белгілі, анадан туылады да. Әкесі неге зина деп үкім беріліп тұр? Өйткені әкесі мойындамай қойған да. Енді неге ондай жағдайда тұрған баланы біз тұрдық та нете салдық, имамдыққа жарамайды деген кезде, өйткені көп жағдайда ілімі төмен болады дейді. Неге ілімі төмен болады деген кезде, өйткені ілімді беретін көп жағдайда балаға әкесі дейді. Әкесі жоқ қой дейді. Зинадан туылған бала көбінесе әкесіз өсе ма? Тек қана енді зинадан туылған бала, енді отчим деген болмаса, енді әкесі, бізде исламда қалай зинадан туған бала бұл мойындамау керек қой. Менің балам деп ше. Зинамау керек. Мынандай ситуация мүмкін, екеуі зина жасады да кейін үйленеді. Жоқ, әкесіне теліне береді. Бұл жерде мойындалмаған мәселені қарастырады. Мойындалмаған мәселе ол зинадан туған бала болып есептелінеді. Сондықтан да бұл жерде қарасаң, мына жерде не мән шығып тұр? Мән шығып тұр, то что кімге міндеттеледі ілім беру, негізі әкеге міндеттеледі. Сондықтан да зинадан, бұл жерде зинадан туған бала ғалым болып тұрса, ол шығады ол. Неге ондай үкім, зинадан туған бала ғалым, білімді болып тұрса, шығады ол имамдыққа ол. Бірінші кезекте сол шығады ол. Даже қасында зинадан емес, дұрыс никахтан туған, бірақ білімі жетпей тұрса, зинадан, ол үлкен ғалым болды, ол шығады, зинадан туған бала шығады. Сол мен бір-екі уақытшының айтып жатқан көріп қалдым да, зинадан туса көрдіңдер ма, имамдыққа жарамайды. Ол зинадан туған себептен емес, ислам ондай әдетсіз емес. Дұрыс түсінбеген ғой, иә, ол дегеніміз просто білім алу тұрғысынан көп жағдайда зинадан туған бала әкесі болмағаннан кейін бір шариғи қайсы намазда не бұзады, не бұзбайды деген нәрселерді білмей қалады деп жатыр. Сол тұрғыдан ғана. Тәрбиесі жағына анасы. Тәрбиесі тоже, мен айтпағым, ілімі және тәрбиесі әкеге. Бірақ енді әке қалай? Негізі біз айттық қой, әке міндеттерді қол астындағы сұралынады дегенше, тәрбиеге де сұралынады, ілімінде де сұралынады. Бірақ енді күнделікті жағдайда кім үйде отырған? Анасы ғой. Анасы ғой. Енді анасы осы жүкті алады. Мысалы мен айтайын, бізде исламда мынандай бар. Егер анасы өзінің баласын емізбеймін десе, әйелге барып ұрсала ма, сен міндеттісің, барып емізуің керексің, анау дегенсе, жоқ, әкені міндеттейді да. Не әйелі көндіресің, не болмаса басқа сұтана тауып бере оған емейтін деген сияқты. Жауапкершілік әкеде болып тұр. Әкеде болады. Бірақ дегенмен де бұл қазылық тұрғыдан ғой, үкімдік тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан ше. Но диянатан, Алланың алдында деген бар да, өзінің рухани міндеттілігін ше. Әйел адам оны төмен ана деген төмен сәрекетке бармайды ғой. Ол жоқ, әкесі айналысы керек деп жатып алу, ол ананың несінен емес та, ол Алланың алдындағы борышынан емес. Сондықтан да әйел тұрып көп жағдайда семьяның ішінде әйел күнделікті балалармен болғаннан кейін көп нәрсе соған қарайды. Сондықтан да бізде мынандай сөз қалыптасқан, бірінші ғалымның ғалым болып қалыптасуына кім әсер етеді? Анасы дейді. Анасы әсер етеді да, ғалым сондай болып шығады. Сондықтан да Алланың алдына анасы айналысады. Бірақ құқықтық тұрғыдан келген кезде ол кімнің жауапкершілігі? Әкенің жауапкершілігі. Все. Сіздің неше балаңыз бар? 5, әлхамдулилля, Аллаға шүкір. Машалла. 5 бала. Оянып қалса, санап отырсыз. Сол санап отырмын да, сол қанша 5. Сіз именно осы бала тәрбиесі бойынша в основном жаспен бүйтіп бөліне ма? Мысалға, мына уақытта әйел адам бастапқы уақытта деген сияқты. Енді бізде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әдемі айтып кеткен сөз бар.
Және мен кеңес беретін мына Құранның ішінде Лұқман Хаким бар ғой, Лұқманның сөздері келетін жер бар. Лұқман көп жағдайда өзінің баласына өсиет қалдырып отырады. Құранның аяттары бар прям. Сол кезде мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келетін нәрсе, негізі 7 жасқа дейін баланы бос қыл. Мен былай өсиет ойна. 7-ге келген кезде әмір қыл дейді. Намаз оқы деп дейді. Енді бірақ 7 жаста бала мүкәлләф емес қой. Мүкәлләф дегеніміз балиғатқа толған, уже міндеттелетін нәрсе емес. Не ертерек пайғамбар әмір қылды деп айтты деген тұрады. Негізі намаз оқу бұл затымен хайырлы іс болғаннан кейін адам намаз оқып болған адам автоматически түзеліп қалады екен. Сондықтан да Құранда аят бар. Алла Тағала айтады, намаз жаман амалдардан тыюшы еді. Мындай сөз бар, нахию анил мункар. То есть уа фахша дейді. Андай мысалы мен мысал келтірейін саған. Балаң болады ғой, Алла насіп етсе. Кейде балалар андай азғын болып кетеді. Деп тыңдамай, бір айтсаң, жоқ деп тұрады ондай. Деп әндерің бар шығар өзі сондай. Азғындап тұрады. Балам бар. Балаң бар ғой? Азғындап тұрады анау. Сен намаз оқысайшы. Намаз оқып шыққаннан кейін бірден ана азғындық халіне кіре алмай қалады. Өстіп қалады өстіп. Түзу жүріп, намаздан кейін сразу әсер етеді. Сондықтан пайғамбар саллаллаху намазға 7 жастан әмір қылыңдар дегеніміз, жалпы баланың хайырлы, жақсылыққа қарай бет бұруын тәрбиелеу ғой ол негізі. Сразу біліп тұр, оның жүрегі де сезіп тұр, оның намаз дегеніміз кәдімгі хайырлы істен шыққанын сезеді ғой бала. Бірден де кету қиын да баланың. Ана состояние, ана атмосферадан шыққаннан кейін, сәжде жасап шыққаннан кейін кішкене біраз уақыттан кейін. Сондықтан да бұл тәрбие кішкентай кезден. Бұл тәрбие қарасаң бұл жас неге дейін 7 жасқа дейін 7 жастан былай деп тұр. Неге 7 жасқа дейін былай деген кезде баланың көп жағдайда 7 жасқа дейін ақылы ақ пен қараны ажыратамайды. Оны айт не айтпа не қазір қиын болады да көп жағдайда. Сондықтан да біз мектепке бір 6 жастан 7 жастан деп міндеттедік. Өйткені сол уақытта қалыптаса бастайды екен да баланың. Енді Алла баланың примерно ақ пен қараны ажырата бастау возрасты 6-7 жас болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзді 7 жастан намазға үйрете бер, жақсылыққа қарай уже тартыла берсін деген әңгіме осыдан шыққан. Сен намаз үйреттің ба, ол белгілі уже хайыр деген нәрсені сезе бастайды да, түсіне бастайды. Одан кейін әмір беру деген ол айту ма, жасап ету емес. Оқа. Мен өзім балаларды мысалы сөйттім. 7 жасқа келген кезде бір үлкен қызымды 7 жастан бастап оқытқыздым. Бірақ 7 жасқа дейін келетқан кезде мен айттым, 7-ге келесің қызым, намаз. Да, анау жылды отметить қойсаң 7 жас дегенде анау уже морально дайындалып. Морально дайындалып, уже үлкен іс екенін көріп жүреді ол негізі. Анау біз айтамыз ғой негізі, экзаменге дайындал, сол сияқты 7 жас уже қанша қалды? 2 ай қалды ма? Дайынсың ғой? Дайындалып жатырмын. Анау үлкен іске дайындалған сияқты анау келеді да подходпен. Сонан кейін барып бұл қызым кейін өсіп кетті, артынан інісі келе жатыр ғой. Інісін уже қызым уже подготовить етіп жатыр да, сен ертең 7-ге келесің, сен бастайсың оған. Інісін деп уже қанша қалды? Әлі 2 айым бар деп сөйтіп жүреді да, морально тоже дайындалып жүреді. Намаз деген негізі хайырлыққа, жақсылыққа шақырады. Ол жақсы, ол әдемі. 7 жастан, енді 10 жасқа кейін дейді, 10 жастан келгеннен кейін уже әмір емес, уже тыңдамаса, уже әдепке салып қойыңдар дейді да. Әдепке салу. Бұл жерде енді ғалымдарымыз айтады, бұл бір ұрып, бір қаңғылып не деген әңгіме жоқ. Кейбір адамдар сөйтіп исламды жамандағысы келеді да, 10 жастан кейін былай оларды ұрыңдар деп айтады. Жоқ, бұл жерде мәселесі әдеп. Өзіңді балаң сен кәмпит тию үшін де қолыңнан тартып тұрып кәмпитті бермейсің ғой, басқа нәрсе үшін де әдепке саласың ғой. Тура сол идея ғой. Қалай әдетте сен оны әдепке саласың, тура сол нәрсемен әдепке салып қой онда. Әдепке салып, намаз уже қаттырақ айт. Неге? Өйткені балаға намаз керек. Ол кішкентай кезінен уже намазды Лұқман өзінің баласына айтады. Сен біреулерді жақсылыққа шақырмастан бұрын намаз оқы дейді. Неге? Өйткені сен қазір намаз оқыған кезде сен жақсылық деген не екенін түсінесің. Ол сені бүкіл жаман амалдардан тыяды дейді. Сол нәрсенің бәрі қаралады. Алла разы болсын. Түсіндірсіз? Иә. Сонан кейін
міне осы мархаля 7-ге дейін, 7-тен былай қарай 10-ға дейін и балиғат жасы келеді. Балиғат жасқаннан кейін ол уже міндеттеледі. Ол кезде сіз түсіндіру керексіз. Мен айттым, қызым балиғатқа келгенде мен айттым, енді қызым енді мысалы 10-нан балиғатқа дейін уже кейде оқымай қалса қазандысын өте деп айтпайсың да. Бала ғой, кейде оқымай қоятын, қаза міндеттелмеген, өйткені намаз міндеттелмеген әлі. Бірақ 10 уже балиғатқа келген кезде мен айттым, бүгін қызым енді қаза қылуға болмайды. Қаза қылғанның өзінде сен қазасын өтейсің уже. Бұл пропускать етуге болмайды деп. Сол кезде саналы түрде. Одан кейін Айдархан, бұл намаз бекер емес. Намаз негізі уақытты реттейді. Мысалы сен өзің кездесуге бартқан кезде, давай 5-нің алдында, так мен 5-ді оқимын, давай 5-нен кейін сразу осы жерде. Сен уже распорядокты қоя аласың да осы жерде. Күннің распорядок. Бұл өте жеңіл, мысалы, бұл да саған көмектеседі. Одан кейін намаз бұл морально өзіңді жаңартып отыру ғой негізі. Бір кіріп дүниеден күнде мына дүниені ұрыс керісінен негативінен кеп бұл дүниеге кіріп кеткен кезде уже ерегісіп біреумен ет жүрген кезде намаздың уақыты кірген кезде сен Алламен бір қауышқан кезде сен бұл дүние енді басты мақсат емес біреумен ерегісіп соғысатындай бұл дүние үшін ше я раббым кешір деп қайтадан өзіңді обновление. Бұл намазда өте үлкен хикмет негізі. Енді балаларды негізі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәрбие тұрғысынан намазға бұйыру керек дегеніміз өте важный момент деп ойлаймын. Бұл Құранда, қарашы, Құранның аяты айтып тұр, намаз жаман амалдардан тыюшы дейді. Сондықтан сам по себе намаз тәрбиелеуші момент болып есептелінеді. Мен саған айтайын, көр эксперимент ретінде. Мен балаларыма айтамын ғой, осыны азғындап тұрады. Мамасын тыңдамай, деп анау қосып тұрады ғой балалар, білесің ба, состояние қосып тұрған кезде намаз оқы деймін. Намаз оқып істеп қалады. Жүріп сыпайы жүріп қалады да. Бірден азғындап кету намаздан кейін қиын да. Сол маңызды. Несіне оралатын болсақ, бағана ер мен әйелдің арасындағы исламдағы алдында бір дос балам келеді. Отбасы енді үйленген, жақында 1-2 жыл болды, сонымен қиналып, анау асылма келін мен ененің арасында білесіз ғой, фитна болады ғой. Көп бүліктер болған кезде маған келіп сұраған, бауырым, осындай қиындықтар болады, просто айтайын деп едім, өзі ішінен шығарып айтқысы келді да. И мен айттым да, сен қалай шешпекшісің бұл проблемаларды деген сияқты. Білмеймін, ананы бүйтіп көріп жатырмын дейді да, короче, енді. Сосын мен айттым, негізі исламда барлығы бар деймін да, короче. Қай ситуацияда не істеу керек? Әр конфликтный ситуация болсын, не конфликтный ситуация болсын, әр ситуацияда шешім бар негізі, дұрыс па? Әлбетте. Соны ойлаймын да, мысалға, біз қазір основной білімді қай жерден алып жатырмыз, қалай фильтровать ету керек біз білімді. Мысалы, основном біз неден аламыз ғой? Әке шешенің көргенінен аламыз да. Енді өстік көрдік, ана мен әке шеше арасындағы қарым-қатынасты көреміз да, ертең әйелмен сол қатынас жасайсың. Өткен солай саған подсознательно сразу солай жасайсың да. Ал негізінде базовый білім қай жерден алыну керек еді, соны айтып берсеңіз. И қазір тоже психологтар бар, сол жерден білім алып жатыр, амалдың жоғынан дегендей ғой. Негізі бізде мына қазақ бар ғой, өзіміз дәстүрші, бұл үлкен институт негізі. Мен басынан келетін болсақ, негізі қазіргі келін мен енелердің көп жағдайда себеп болып отыр ғой, ажырасуға көптің себептің бірі отқан келін мен енелер. Негізі мен осындай бір подкаст айтып едім, бір жаңағы психолог бауырымызбен түскен кезде. Мынандай пән бар да, Айдархан, айттым ба, саған айтпадым ба? Мәдениеттану деген пән бар. Мектепте ма? Жоқ, университеттерде. Не бар? Факультет бар, Айдархан. Қазір айтам, мен саған культурология деп аталады. Естігем. Сол пән мәдениеттер зерттейді да. Енді бізге қазір үлкен үлгек мәдениет бар да, осы Евразия материгінде. Бұл Европа мәдениеті және бұл Орта Азия мемлекеттерінің мәдениеті. Восток дейді ғой, былайша айтқанда. Орта Азия мемлекеттер бәрі кіреді. Таджикистан, Армения, Өзбекистан, Қазақстан бәрі кіреді да. И араб түбегі мемлекеттерде кіріп кетеді. Осы екі үлкен мәдениетті салыстырады. Батыс Европа әрбір мәдениеттің негізгі силасы болады, который основан сол идеяға, негізгі идеясы болады. Батыс Европаның мәдениеті каждый человек деген идея да, то есть адам идеясына тұрады.
призмада адам болады. Мына Орта Азия мемлекеттерінде призмада адам емес, қоғам. Мгм. То есть приоритетта батыс Европада адам болатын болса, мына Орта Азия мемлекеттерінде приоритетта қоғам болады. Мгм. То есть қоғам выше стоит, чем адам. Мгм. А Европада каждый человек выше басқалардың бәрінен дейді. То есть принцип, сондықтан да бұл кейін мәдениет әсер етті да. Мысалы Америкада қарасаң, бір пижамамен бара береді мектепке. Иә. Свободно. Остановкада тұрады, мысалы автобустың ішінде жас отырады да, кәрі тұрып тұра береді. Орын беру позициясы ол шалтатсынып тұрған, сол нетіп тұрған жоқ, сол мәдениетте өскен ғой, ол міндеттеп тұрған жоқ. А бізде сен қазір автобуста шал кемпір тұрып бала отырса, отыра алмайды ол бала. Отырады да орын береді. Бізде қазір сен мектепке балаң киіп, бірдесе түзді киіп баратса, сен қазір ел не дейді дейсің сен. Европада ол пижамамен жүре береді. Сондықтан неге? Өйткені Европада адам өзінің қалауын істеуге лайықты, өз хақысы бар дейді. А бізде қоғам дейді. Сен қоғамнан бөлінбеуің керексің деген идея тұрады. Енді қара, Айдархан, сенің мамаң бар, иә? Мамаңның мамасы бар. Қандай қоғамда өскен? Сол қоғам идеясында, иә? А қоғам идеясында белгілі бір институттар қалыптасқан, мысалы, ене институты бар, жеңге институты бар, жас келін институты бар деген сияқты ғой. Балдыздар дәстүр бар деген сияқты. Мысалы сен тойлар болатын болса, үлкен туысқандар тойы бола ма? Сол кезде қарасаң жеңгелерге руль етіп жүре ма? Неге? Бұл солай, бұл институтта қалыптасқан негізі. Уже жеңгелердің жайнайтын жері той, уже басқару, анау шаруалар тексереді, так ана алып келдіңдер ме етті, так не, ақшаның бәрі кім жинап жатыр деп сөйтіп солар шешеді. Бұл сондай дәстүр қалыптасқан. Жеңге мысалы ана балдыздың үйленуіне бірінші себеп деген сияқты. Бұл кәдімгі үлкен мәдениет қой қалыптасқан. Осы Орта Азияның мәдениеті. Бірақ Европада ол мәдениет жоқ. Неге? Потому что ол неге негізделген? Ол адам, каждый адам ол өзі біледі, ол адам дегенге. Ол бізде бар. Енді біздің қазір менің мамам, сенің мамаң, оның мамалар сол қоғамдық мәдениетті көріп келе жатыр ма? Келін дегенді өткізді ма басынан? Оның енесі болды ма тәрбие беріп отыратын? Оның енесінің енесі, өйткені оның енесі өзінің көрген істеді да кейін сенің мамаңа. Енді мамаң қазір күтіп отыр ма? Құдай қаласа қазір Айдархан алып келетін болса, мен оған тура соны істеймін деп, енді тәрбие беремін. Соны күтіп отыр ғой. Бірақ қазір жастар қандай санамен? Европа санасымен. Я тоже человек, я не посудомоечная машина дейді. Енді бұл жерде сен мәдениеттер қақтығысы ғой. Енең вроде бы бұнаяқтан жоғарыдан көрікпеген да, енді енең сыйлау, енеге қарсы шықпау деген сияқты. Тут қызмет ету деген тема. Қызмет ету. Мұнда сенің қасыңда болмаса, қазір жастардың қасында күтіп тұрады да біреу уже, я не согласен, вы че деп тұрады да. Из-за этого қазір біз сондай қазір периодта тұрмыз да, мәдениеттер қақтығысы бар да. Біз қазір бөлі қазір Европаны көп көріп алған ғой мына сотканың арасынан қазір. Біз ойлап отырық қой негізі қазіргі келіндер слабый дейді, наоборот, қазір жастар слабый дейді. Негізі ол мәдениет сол жақта үйреніп кеткеннен кейін, екі мәдениет қақтығысқаннан кейін болып тұрған проблема. Яда. Түсінбей тұр ғой, ене хочет, чтобы бұрынғы мәдениет өзін көрген. Өзінің уақыты келді ғой править етеді. Мен править демей ақ қойықшы енді, бірақ енді ене ғой, өзінің ене институтын көргісі келіп тұр ғой, ол келін институтынан өтті, жеңге болды, ене болғысы келіп тұр енді, ене. Өзі өтті ғой сол ступеньдер. А тут келіп тұр бір жас, я не согласен, вы извините деп тұр ғой, короче, да. И соның не басталады? Конфликт басталады. И содан ажырасып жатыр. Сондықтан да шариғатта куф-ун деген бар. Куф-ун дегеніміз үйленетін қалында сен әйел кісі бар ғой, өзіне лайықты еркекке шығу идеясы. Неге? Өйткені бұл не үшін керек? Бұл жерде теңдік қой, әйелге тең дәрежеде еркек болу керек. Неге деген кезде неде қарастырылады теңдік? Теңдік білімде, әкесінің жұмысында бірдей ма, енді шамаласпасым, байлықта деген нәрселерді қарастырылады да, дінінде қарастырылады. Неге бұл керек деген кезде жаңағы мәдениеттер қақтығысы болып қалмас үшін. Что бір мәдениеттен алу үшін да, понимаешь?
чтобы түсінетіндей мәдениет. Сондықтан да сен қазір кейде ана шетелден келін алып келіп жатыр ғой, Африкадан алып келіп жатыр, содан үлкен кісілер папасы мамасы келіспей жатыр, құдай қойшы, маған бір өзім құда болатын бір қазақтан алшы деп неге қалап тұрады? Өйткені сол біліп тұр ана жақтан келе жатқан мәдениет не мәдениет ол? Білмейді оны, иә. Ол қазір келсе кете ме, орамал тағып саған қызмет қыламын дегенге? Ол көрмеген шығар ол. Құдағи дегенді білмейтін шығар. Бұл үлкен нәрсе ғой, институт. Қазақ негізі ана халық қой. Сол моменттерді ескеру керек. Қазақтың негізі исламмен 100% қой. Келе ма? Иә. Ислам сол қоғам деген позицияны ұстай ма? Иә, ислам қоғам. Пайғамбар салсам, пайғамбар болған кезде бөлек киім киіп алды, басына мынандай трон тағып, мен пайғамбармын, қоғамнан бөлінбеді ол. Ол наоборот қызыл киім қоғамнан бөлінетін беріп тұрды да, ол тұрды да дүниені беретін идея тұрды да кимеймін деді. Қызыл киім. Иә, тақап қызыл киім да енді. Ол қызыл киім киюге болмайды деген сөз емес ол. Желательно пайғамбар өзі нетпеді деген сияқты. Қоғамнан бөлінбеу важно. Сондықтан да біз көшеде қазір біреу оны мынандай бояп алып, мына жерін тесіп алып, біреу деп кетіп барса, біз айтамыз, мынау қызық па дейміз біз. Мәдениет басқа болып тұр. Иә, бізде. Ол дұрыс мәдениет. Қоғамға қарап өмір сүру дұрыс. Приоритетті қоғам бұл. Жеке деген ше? Бізде мынандай тұрады да, хаққул мужтама а'ла мин хаққил фард деген ереже бар. Қоғамның хақысы жеке адамның хақысынан қарағанда жоғары тұрады деген ереже бұл. Фихта ереже бар. Жеке адам қоғам ішіндегі қоғамға сай нәрседе басы бос қой, не істеймін десе де. Тек қоғамнан тыс ақылға қонымсыз нәрсе істеп кетпесе болады да. Қоғам белгілі бір түрде не беріп отырады ғой, короче. Белгілі бір түрде стандартизация беріп отырады. Полный емес, но белгілі түрде. Мына подкаст түсірер алдына әйеліме айтқан болатын, осындай подкаст шығайын деп жатыр, иншалла. Соған сұрақтарың болса жаз деп. Подругаларым болса айт, сұрақ ойланыңдар, сұрақ іздеңдер дедім ғой енді. Чтобы мен өз ойымнан ойлап таппайтын депші. Осы соның сұрағын қойын, енді соған қатысты кеп қалды ше кішкене. Бүйтіп айтады, қазір қоғамда әйелдің миына жан жақтан өз өміріне жауапкершілікті өз қолына ал. Жауапкершілік күйеуіңе бәрін артып қойып үйде отыра берме, өзің ақшаң болған дұрыс, дамы деген сияқты установкаларды көп құяды дейді. Содан қалай сақтанған дұрыс, жалпы одан сақтанған дұрыс па, әлде в какой-то степени оған құлақ асқан дұрыс па дейді. Әйелдің негізгі миссиясы қандай, құндылығы неде жатыр, толық ашып айтып бере аласыз ба дейді. Мысалы, кейбір әйелдер болады, бала туған соң да бірден жұмысқа шығып кетеді. Табиғатын үйде отыра алмаймын, активно жүріп үйреніп қалғанмын дейді. Енді бұл көп факторлар бар әсер ететін. Бұл күйеуіне қарайық. Күйеу нәпақаның дұрыс тауып отыр ма? Және әйелге қарайық. Әйел кішкене ақша тапса, адам танымай кететін жағдай сипаттары бар ма? Онда әйелге үйде отырған дұрыс қой. Ал егер жоқ, кішкентай кезден жұмыс істеп, күйеуіне көмектесіп, күйеуі де оған не болмаса қарсы болмаса, онда бұл негізі мынандай ғой, екеуі коллективно шешетін нәрсе ғой негізі. Рұқсат болса, иә, рұқсат болмаса, тек шариғаттан шығып кетпесе болды, исламнан шығады. Сұрақтар индивидуально күйеуімен шешілсе болады. Бірақ мен енді айтайын, жаңағы дамуға қатысты. Даму, жауапкершілікті алу деген. Иә, даму дегеніміз бұл түсінік қой. Анықтамасын қалай бере аламыз даму? Дамуды белгілі түрде бір материально даму емес қой. Бір шектеп қоятын даму да. Даму дегеніміз бұл көп нәрседе даму да. Егер сен маған айтсаң, ол кісі өзінің бала тәрбиелеу психологиясы болмаса бала тәрбиелеу өнімінде дамытқысы келіп, өзінің балаларын дамытқысы келіп жатыр десең, неге дамымасқа деймін мен? Неге курстарға бармасқа? Неге аспаздық курстарына бармасқа, кейін өзін дұрыстап тұрып тағы да үйде аспаз жасайтындай деген сияқты ғой негізі. Ода шектеп жоқ, күйеуінің рұқсатымен тағы да. Иә. Психологияны оқысын, жаңа балаларды қалай тәрбиелеу керек, сабақ алсын, көп ұстаздар бар ғой сабақ негізі. Сондайға барса неге дамымасқа? Бірақ бұл кісі даму дегенді мен өзімнің профессиямды алып шығып, сол профессиямда дамып, мен тігінші болып, модельер болғым келіп тұр, мына қоғамға шығып, қоғаммен тікелей қарым-қатынаста жұмыс істейтін профессияны меңзеп тұрса, онда бұл жаңағы индивидуально күйеуімен шешілетін нәрселер да. Күйеу қалай ма? Иә. Күйеу қаламай ма? Жоқ. И то күйеу қалағаны иә дегеннің өзінде исламнан тыс нәрселерге көшіп кетпеу керек та. Ол не нәрсе? Әурет ашылып, харам заттарды сатылу деген енді болады ғой бір зат. Сондай профессияда жүрмеу керек та.
түсіндім. Ұстаз, ер адам әйел адамнан бір саты жоғары тұрады деген түсінік қалай түсінеміз дұрыс? Тоже жаңағындай түсінік қой, даму деген сияқты. Сатыда бір саты жоғары тұру дегеніміз не жағынан? Күш жағынан ба? Күш жағынан бір саты жоғары тұрады. Егер сен жоқ жалпы болмысы тұрғысынан алла тағала еркекті күшті қылып жаратыпты, тақуа қылып жаратыпты, более чем әйелге қарағанда, бұл ақиқатқа сай емес. Өйткені қанша тақуа және білімді әйелдер бар, еркектердің шамасы жетпейді. Енді мен айтпағым бұл жерде просто еркек енді основной мукаллаф, основной Алланың әмірімен әмір етілгендер. Әйелдер де әмір етілгендер. Но енді напақа міндеттелген оларға, олар сыртта жұмыс, мысалы еркекке оңай болып көрінеді да бәрі. Сен сыртта жұмыс істеп көр, негізі енді мына ағаларымыз бар, мен әкем де өзі қанша жыл стройкада, мен білемін ғой негізі. Сен таңертең кешке стройкада жүру деген оңай емес ол дүние. Енді ол қазір еңбегін жұмсап терлеп ақша тауып жатыр ма? Сол терлеп ақша тапқанды енді ол қазір кететін шығындарға ол распределить ету керек қой. Оны егер сен әйелдің қолына беретін болсаң, ол таппаған ғой ол ақшаны. Ол распределить ету қиын болады оған. Ол тасауыр, оған елестету қиын болады қазір. Қалай кетеді. Келесі айда қанша табамын деген сияқты нәрселерді ол байланып тұрады да бәрі. Ол еркек тауып жатқан міндет. Сондықтан да еркектің қолына берілген дұрыс билік кейде. Бірақ бұл дегеніміз әйелмен ақылдаспау, әйелінің қолы нетпеу деген сөз емес ол. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай ақылдасқан? Таза сүннетпен жүрген кезде пайғамбарымыздың жолымен жүру керек та. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдермен ақылдасып отырған. Ақылдасу важно. Көптеген үйдің мәселелерінде ақылдасу. Мысалы, қонақ күту мәселесінде сен бәрібір де сен мен еркекпін деп көкірегіңді ұрғанмен де әйеліңнен барып сұрайсың да, сен қай күнге шақырсақ болады деп. Өйткені үйдің вопросы ол сен әйелің шешеді. Сол сияқты моменттер мен айтқым келеді, негізі жансақ ой болып қалыптасқан, еркек жоғары, әйел ешкімен жоқ, ондай емес. Еркектің қолында бір үйдің вопростарына, жалпы отбасылыққа қатысты таңдау несі тұрғанмен де, бірақ бұл әйелді есепке алмайды деген сөз емес ол. Әйел үлкен рөл атқарады, балалардың тәрбиелеуде деген сияқты. Ал әйел адамға былай ай сайын зарплата беріп отыру деген қалай? Өзің ба? Зарплата дегенде, өзің. Күйеуі ма? Күйеуі. Ол дұрыс па? Мен даже кейде айтатын едім, Айдархан, мысалы, кейбір семьяларда әйел ақшаны ұстайды. Бұл да не емес. Қайратқа қайшы емес. Мысалы, менің анам ұстайды. Мен әкем табатын да, бірақ ол өзі істейтін. Мынаншаға жұмса, мынаншаға сейф қой енді. Мен қалған тұр деген сияқты. Ода тұрған ештеңе жоқ ол. Қайта жақсы. Мен де сөйтем. Егер ақша болмаса, мен айтамын, мынаншасы мынаған құрт, мынаған қалған қабатса қойып қой. Ай бойы құртасын. Болмаса тағы да бесек қылармыз дейміз. Ол солай ол. Абылай еркектің табысын қанша тауып жатқанын әйел адам білгені дұрыс па? Алдында бір естіп едім бір жерде, негізі білмеген дұрыс дей ма, мен білмеймін, точно есімде жоқ. Жоқ, енді бұл жизненный опыт шығар негізі. Бірақ бұл шариғи саған бір конкретно шариғат айтпайды саған. Білуің керек, білмесең күнәһар боласың, негізі білдіртпесең болады, білдіртсең күнәһарсың. Жоқ, бұл тоже индивидуальный нәрсе. Сенің семьяға қара, әйеліңе қара, табиғатына қара, қандай. Мысалы, сен шынымен де көп тауып жатқанды айтатын болсаң, әйелің жұмсағанды көбейтіп, анау мынау нәрсеге бос ақша жұмсай береді десең, онда жақсы. Жағдайға қара да. Бірақ алдама. Алдау болып кетпесін. Астауып жатырмын деп алдамау керек дейсіз ғой? Алдаудың қажеті жоқ. Енді бұл алдау уже бөлек өзінше конкретті күнә болып кетеді да. Айтпасаң болады. Бірақ егер жоқ, ода тұрған ештеңе жоқ, әйелде бір есепті алады, бір айға осыншама құртамын, анау деп сұраса. Мен мысалы әйелім білмеймін, өмірімде сұраған шығар бір-екі рет. Негізі қанша зарплатаң деп. Мен айттым да, осындай деп. Ол да араласпайды өзі. Өзінің жұмысы бар. Жұмысы болғанда сол үйде шаруалары бар. Шаруалары бар. Маған айтады, осындай сумма керек, осындай деп. Болып жатса береміз, болмай жатса күте тұрасыз ба, болса шүкір, әлбетте ештеңе жоқ деп түсінсеміз енді, не болса солай ғой. Енді ең басты сұрақтардың бірі, әйел адам мен ер адамның арасында конфликтке түсіп қалмау үшін, конфликттен шығу үшін, көп ажырасып тұрмау үшін не жасау керек? Мен бағана айтып жатқаным, исламдағы куф, оны негізі үйленетін кезде дұрыс таңдау керек. Бірінші есеп. Қандай шарт болу керек сонда? Әйел, еркек екеуі тең болған дұрыс. Бір ауылдан, бір жерден деген вообще жақсы. Енді өйткені ырымы, салт дәстүрі бір жақын болған сайын бірдей болып тұрады ғой.
келдің кейде біздер ана дәстүрдің арасында қазақтардың батыстағы дәстүр кішкене мынау оңтүстіктегі дәстүрден қарағанда бұл дәстүрдің өзінде біз нетіп тұрамыз ғой анау кішкене өзінікін алсаң бірақ қазақтан алып жатқан ештеңе проблема жоқ. Сондықтан шариғатта мынандай бар, өзінің ұлтқан алған абзалырақ деген бар исламда. Өзінің ұлтына алған. Арабты алған дұрыс дейді. Араб емес алған дұрыс дейді. Мәдени енді не сол неге алып келе жатыр? Бәрін алып келе жатыр. Сенің өзіңнің жақын жерінен алатын болсаң, более сенің енеңді түсінеді ғой. Өйткені сол ортада өсіп келе жатыр ғой, короче. Иә. Таңдаған кезде сөйтіп таңдау керек. Басында изначально если өтіп кетті ол. Өтіп кетті. Енді конфликтті көп нәрсемен шешуге болады. Енді бірақ индивидуальный случай бар. Біреуде шешіледі, біреуде шешілмейді. Қанша нәрселер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзінде де қиын жағдайлар болған. Бірақ мен айтайын, негізі көп жағдайда сабыр нәрсе көп шешеді. И одан кейін сабырлық қыласың қандай жағдайда? Енді әйелің сенің сана болып тұрса, шынымен де бір-екі эмоционалды всплесктеріне сабыр қылғанда ештеңе жоқ. Ол шынымен санасы бар әйел болатын болса, кейде эмоционалды бір түсіп кетеді ғой, қатты сөздер айтып қалуы мүмкін. Бірақ жалпы саналы, жалпы сен білесің әйелің жақсы адам екенін ше, жалпы білесің жанашыр адам екенін, жалпы түсінетін адам екенін білетін болса, онда бір-екі неге сабыр қылған онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ егер санасыз болатын болса, сенің бір-екі сабыр қылғаныңды әлсіздік деп қабылдап, ананы ондай нәрселерді көбейтіп, айқайлауды көбейтіп, не болмаса бір әрекеттен тыйған кезде ол бір санасыз болады ғой, бір азғындықпен кетіп қалатын жағдай болатын болса, ондай болатын болса, ол жерде выход бар енді. Алла сақтасын, негізі ажыраспаған дұрыс, бірақ болмай жатса енді ажырасасың. Негізі ажырасудың хикметі сода да, егер екеуі бір-біріне тұра алмайды екен көзі жеткен кезде дейді да, болып қалуы мүмкін ондай. Шыдап жүре беру деген ше. Сол шыдап жүре беру енді айтып тұрмын ғой, егер саналы әйел болатын болса, бір-екі болмаса анда-санда болатын всплестерге шыдасаң болады. Бірақ санасыз әйел адам болатын болса, онда ол көптеген азғындыққа баруы мүмкін. Ол мысалы біреумен қосылып кетсе, біреумен жүрсе, сен қалай шыдап жүресің ба? Ол жерде ол шыдай алмайды да. Мамаңа бетбақтана беретін болса деген сияқты көп. Бірақ еркекте де сондай ақымақтар болады. Еркектер бізде кейде ақымақ болып кетеміз ғой. Тоже сондай негізі. Әйел адамға да кейде еркектің несін не керек? Шыдау керек, всплестеріне. Болады моменттер, дұрыс па? Адам пенде болғаннан кейін бәрі болады ғой. Сол кезде енді әйел адамда бағамдау керек. Бұл жалпы негізі саналы еркек па, санасы еркек па? Санасы еркек болатын болса, онда зиян тигізіп, өміріне қауіп төндіретін болатын болса, онда үкіметке арыз жазып, негізі ажырасу мәселесін қарастырсын. Бірақ бұл сабыр қылу керек, бірден бара салу емес. Шынымен де өзінің денсаулығына зиян болатындай жағдайлар постоянно қайталанып отыратын болса деген сияқты нәрсе. Ертең ажырасқаннан кейін өкініп қалмайтындай. Иә, бала шағасының өкініп қалмайтындай. Негізі Алла Тағала кімді, ер мен әйелдерді айтады, әйелдерді, ер мен әйелдерді жараттық, әйелдерді жараттық дейді, еркектерге және бұл да Алланың үлкен бір белгісі бар дейді. Ер мен әйелдер дейді, екеуінің қарым-қатынасында мәуадда ва рахма дейді, махаббатқа негізделген. Бұл неге айтып отыр Алла Тағала? Өйткені таза құқықпен шешіп кету бәрін қиын екі отбасының арасында. Көп жағдайда бір-біріне махаббат және кешірім болу керек та. Сол кезде ол отбасы болады. Онда бір сен былайсың ғой емес та, бұл ондай нәрсе емес, бұл қаралатын. Бұл жарайды қойшы. Махаббат та негізі. Соған негізі керек. Алдында бір естіп едім, сіздің сөзде отбасында ер адамға құрмет қажет, әйел адамға махаббат қажет дейді. Махаббат пен құрмет деген не? Жақсы. Енді құрмет деген бұл итаат. Оны құрметтеп тұру, оны бірінші лидер ретінде мойындау деген сияқты. Еркекке керегі сол негізі. Әйелге керегі махаббат. Махаббат дегеніміз напақасы, уайым ғой, еркектің уайымы. Ол жайында уайымдап отыру, ол жайында напақасын дұрыстап беру, ауырып қалса қарау деген сияқты нәрселер. Осы құрмет пен махаббат дегеніміз. Негізі бір хадис бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бұл хадис Бұхарида келе ме екен? Ұмытып отырмын. Хадис бар, пайғамбарымыз Айша анамыз айтады да, пайғамбарымыз қазір келу керек болған дейді. Мен үйде кішкене нан алдым да нан илеп, нан пісіріп. Ол кезде нан болған, бүгін той ғой үлкен. Нан пісіріп,
күтіп отырмын дейді пайғамбар сырттан, күн суықтау болған дейді пайғамбар сырттан. Осы жерде ғалымдар айтады да, идеальный отбасының несі дейді да, формасы. Әйел кісі үйде нан жасап күтіп отырады да, еркек сырттан келеді, ол сырттағы жұмыстардан келеді дейді. Сол кезде Айша анамыз айтады, көрдім уже пайғамбар келетіндей, бірақ ана жақта бір сен жауап сөйтіп жүр дейді да. Есік алдында бір баяғыда бір батялар болатын еді, Құран жауап, ананы жауап, сол сөйтіп жүр дейді да пайғамбар. Мен күтіп отырмын, күн салқындау болатын еді, кішкене жылы жерге сүйкеп ұйықтап кеттім дейді. Кешем пайғамбарымыз кірген кезде жайлап тұрды да, мен жатқан жерге мен жартым қасыма келіп жата салды дейді пайғамбарымыз. Сөйтіп жатыр еді, екеуміз де жатып ұйықтап жатқан кезде ана нан қалған ғой соның үстіне. Қараса, екі-үш жатқан кезде біраз ешкі кіріп келеді дейді да. Көршінің ешкісі болды дейді. Сол келіп нанды алып кетіп барады дейді. Айша анамыз айтады, мен көріп тұрмын дейді. Бірақ пайғамбарымыз маған сүйкеніп жатыр дейді да. Тұра алмаймын деймін. Мен қазір тұрып кетіп, ол кезде хабарда мынандай болатын, пайғамбарымыз оятпау деген болатын да. Өйткені оятқан көп жағдайда ұйықтап, не болмаса бір талып қалған жағдайда уахи келіп жатыр деп ойлайтын да. А уахиді үзуге болмайды да. Енді пайғамбарымыз оятып жіберем ба деп тұрмын дейді. Бір шетінен ана нан кетіп барады дейді да, нан жалғыз нан. Нан деген страшный нәрсе. Иә, алып кетіп барады. Айша анамыз шыдамадым дейді, орнынан атып тұрып ешкінің артынан жүгірдім дейді да. Жүгіріп кетті, сөйтіп пайғамбарымыз кетіп бара жатқан кезде, ей Айша, жұмсақ бол, көршінің ешкісі ғой, деп ақырет. Идеальный отбасының примерно несі ғой, формасы да. Еркек түзден келеді, әйел адам үйде дайын отырады. Негізі сондықтан да мен айтатыным, көп жағдайда еркектерге ше, оның уайымы бар ғой, мысалы майда болып қалмау керек та, әйел сезеді. Егер оның уайымы үлкен нәрсе болатын болса, әйел оны да сезеді. Сол кезде көп жағдайда әйелдің еркекті өзінің лидер ретінде қабылдауы оның шешіп жүрген мәселесіне қарай болады да көп жағдайда. Халықтың уайымы, халық үшін нету, болмаса көрші үшін нету деген сияқты жақсы болады ғой, жақсы качестволар кейбір ағаларымыз бар ғой негізі. Сол әйелдің алдында көтереді негізі. И одан кейін мен тағы да кеңестер беретін едім еркектерге, үйдегі құлшылықта төмен еріншектік танытпау, әйелдің алдында тұра жібереді сен. Сен постоянно әйелді шақырып отыратын болуың керексің, намазды оқыдың ба, уақытында таңертең тұрғызатын сен болуың керексің да көп жағдайда. Намазына. Иә, өйткені сенің бар болып тұрған тақуалық, ол сені көтеретін нәрсе сол тақуалық болып тұр ғой енді. Сол жағдайда сен қазір егер сол жерден сплаховать етіп қалсаң, онда түсесің тоже. Құлшылыққа дұрыстап қарау деген сияқты. Содан кейін ілімің де жоғары болған дұрыс негізі. Бірақ бұл әйел адамға ақылды болмау, тақуа болмау деген сөз емес. Әйел адам өзінше бөлек тақуа, және білімді болу керек та. Бұл еркекке кеңес, оның білімі жоғары болып тұру керек. Түсінікті. Ұстаз, өте керемет болды негізі. Тағы ер адамдарға қатысады айтатын нәрсеңіз бар ма? Советтеріңіз? Жоқ, сол ер адамдарға бүгінгі таңда мен айтатыным, жаңағы айтып келген нәрсе сол. Мен айта салайыншы. Тағы да енді халық қалай түсінеді екен, ертең резонанс отырамын. Кейде болады ғой, бір жігіттермен амандасасың. Көрмей кеткен да. Қалай денсаулыққа не істеп жатсың? Сен бала шағаның қамы дейді ғой. Сәл ұнатпайды сол жауабын ше. Бала шағаның қамы дегенді. Неге деген кезде, ол еркек қой, жігіт қой, оның пайдасы бала шағаның сыртынан шығу керек қой негізі. Болады ғой, бір кейбір еркектер балаларын шомылдырып жүреді да үйіндегі балаларды. Болды тұрған ештеңе жоқ, бірақ сенің ісің тек қана күнделікті балаларды шомылдыру болатын болса, сен қандай еркексің, сен ол әйел істейді да енді. Енді бір жарайды, әйелің ауырып қалса, шама жетпей тұрса істейсің ғой, бұл да уже үлкен іс-әрекет ол. Бірақ бәрі нормально, бірақ сен жүр балалар мен сені шомылдырып келемін деп, баланы шомылдыру сәл кішкене не сияқты, ерсі көрінетін сияқты еркекке. Еркектің шаруасы қоғамда, қазағым қайда баратыр, көршім мынандай болып отыр, мына жол мынандай болып тұр екен, бұл уайым үлкен болу керек та. Сол кезде Алла Тағала өзің бала шағаңдағы жағдайыңды жеңілдетіп қояды иншалла. Уайымы дейсіз ғой, майда болмау керек. Майдаланбау керек қой. Майда болмау керек қой. Ол адам майда болмас үшін сыртқа шығып, түзде болып үлкен вопростар қарастыру керек қой. То есть бала шағасынан асатындай, туысқан вопрос, көршінің вопростарын қарастырсын. Бірақ енді бұл бала шағаның вопростарын тастап кетіп сонымен айналысу деген де емес. Кейбір адамдар қазір түсінбей қалатын болып, неше сөздің бәрін. Бұл дегеніміз сенің пайдаңда, сенің бала шағаның мойныңа артылуы и так міндетті саған, сен одан қаша алмайсың сен. Иә.
оны даже сөз қылуына қажет жоқ деп жатырмын да. Но сен до того жігіт болуың керексің, сен міндетіңнен асып сен басқаларды да ойлауың керексің. Мысалы алаштың зиялылары да, мысалы қандай жігіттер да, Ахмет Байтұрсынов деген сияқты ше, иә Міржақып дулаттарың халықты ойлаған жігіттер ғой, мысалы да, сондай болыңыз. мысалы кейбір балалар, енді біз универде бірге оқып бірге тұрған балалар бар, біраз олар бар, одан бөлек те мысалы қалада бірге тұрған балалар бар, класстастар бар, солардың ішінен көріп жатам, кейбір балалар үйленіп жатады да, жақсы араласып жүреді да, одан кейін үйленгеннен кейін вообще короче жоқ болып кететін. Ол қалай сөз? Вот сол енді мен жаңа айтқан нәрсе ғой, сол сенің айналаңның өмірінің бәрі сол тек сенің сенен болатын пайданың бәрі бала шағаның ішінен қалып қалмау керек та негізі. Бала шаға ол да сөз болмау керек, сен и так та бала шағаны асырауың керексің да. Ну сен жігіт болуың керексің, содан асып өзіңнің пайдаңды басқаларға да шашатын да. Кім деп айтатын еді, құдай, бүркіт негізі жемін шашып жейді дей ма не дейді? Иә. Басқаларға пайда болсын деп. Бір құс бар тығып жейді деп, а бүркіттер шашып жейді деп. Сол сияқты бүркіт болуың керексің ғой. Былай айтқан кезде. Все, ұстаз, түсіндім. Последний сұрақты қоймай-ақ қойын. Иә. Пока нормально сөйтеді. Осы жетеді, Алла разы болсын. Алла разы болсын. Егер де тағы да сұрақтарыңыз болып жатса, Нұржан ұстазға, бұл универсальный дейді. Любой сұрақ қоя бересіз. Алла разы болсын. Мен шынымен солай айтамын, мысалы кез келген бір сұрақ болса мен өмірімде, ол дінге қатысты мейлі, ол дінге қатысы жоқ болсын, ол анау бағанағы жұмыста проблемалар болады, отбасыда проблемалар постоянно ғой, сол болған кезде просто ұстаздардан сұрай саламыз, қалай шешеміз ұстаз деген сияқты. И сол кезде түсінемін да, мен ғалым деген біздің қоғамда не үшін керек екен, ұстаздар не үшін керек екен. Дұрыс айтасың. Любой сұраққа жауап береді, ешқандай психолог, ешқандай бір маман, сол істің мамандары жауап бере алмай айтады ғой. Таң қаласың да. Басында соны айтқан советін істеп жатқан кезде кішкене сынақтар болады да, одан өтіп кетсең уже нормально болып кетеді бәрі. Психосоматикадан өтіп кеттік қой, тоже сол сияқты. Сондықтан пайғамбар айтады, пайғамбарлардың мирасқорлары ол ғалымдар дейді. Қоғамда реттеу енді дейсіз. Былай түсінеді ғой кейбір адамдар, кітап оқып ол не керегі бар, қоғамға не пайдасы бар деп ойлайды ғой кейбір адамдар. Иә. Негізі страшно ғой пайдасы. Любой сенің проблемаңды сол адамдар шешіп отыр ғой, былайша айтқанда. Кітап оқу, Айдархан, негізі кітаптан бір анализ, қорытынды шығару ғой еще, сам по себе ше. Иә. Біз енді мысалы мен өзім мамандығым исламтану ма, ислам мамандығым. Мен фихтан да ұстаздардан алатқам, ақидадан да ұстаздардан алатқам, араб тіл деген бар, грамматика. Солардан негізі мамандығым усул фихтан да. Усул фихтан. Бірақ бәрібір де кітапты көп оқыған саған өмірлік бір анализ береді саған. То есть сен өзің бір кітап оқыш, сен одан бір түйін шығару идеясын аласың уже. Мен қазір айтып отырмын, мына ии шығып жатыр қазір. Ииді өмірді жақсартқанмен де өмірді адамдарды ақымақ қылып жатыр. Ойландырмай ма? Анализ жасамайды адам. Анализ жасау. Қазір білесің бе, әлемде кімдер басқаратын болады, Айдархан? Әлемді кітап оқығандар басқаратын болады. Өйткені бәрінің дәрежесі сондайға жетеді. Олар бір анализ, түйін, салыстыру, силлогизм құрау деген мәселесі қарастырмайды, уже жаза салды, білмейді балада. Дайын нәрсені. Негізі бірақ искусственный интеллект қазірде бір басында кішкене қолдан, қазір бір нәрсені сұрасам уже бұрынғы информацияларды айтып отырады ше, болмасам. И уже айтасың, мына жерде былай емес қой деп айтсаң, болды дейді. 180 градусқа өзгертіп айта салады. Иә, ол да бар. Ол дұрыс емес қой десең, басқаша айта береді, короче. Қателеседі, ол да, ол адамдар санасын жеткізу керек. Ол да қателеседі. Надо выше быть деген сияқты ғой. Иә. Сондықтан да қазіргі уақытта мен білмеймін, жаңа мен айтып отырмын ғой, кітап оқу важно. Мен үйде баланы бос диванда жатқан көрсем, не істеп жатсың, бар кітап оқы деймін. Бос жатқан баланы мен көре алмаймын негізі. Мен өзім ұстазым ғой. И одан кейін мен ислам ілімдерін үйретемін ғой. Усул фих, менде өзім шәкірттерім бар, білесің, кәдімгі каждый өз бір ғалым олар. Иә. Соларды үйретіп жатқанда қанша шәкірт тәрбиеледім осыдан. Ол алдым олар, қазір ұстаздар қазір. Қанша жылда мен түсінгенім, Айдархан, мектепте жақсы оқыған бала озат. Озат? Шариғи білімде де. Мектеп мейлі ол умырчикасқа дейін бірде-бір араб тілін танымаса да, бірақ мектепте сұмдық оқығандар бар ғой, жалпы кітап көп оқығандар, олимпиадаға қатысқандар, алтын белгілер. Сол ықыласпен неге келетін болса, ислам ілімдерін оқыған. Озат.
сразу озат. Кейбір балалардан, который 6 класстан кішкентай кезден құран оқып бара жатқанына қарағанда иә соны байқадым тоже. осып кетеді. Мен өзім мен сондықтан да мынау биыл мысалы бір шәкіртті қабылдаған кезде уже мектепте қалай оқитын деп сұрадым. Аттестатың бар ма көрсет деп па? Иә, қызыл ма алтын ба, алтын болса уже сразу қарап қандай олимпиадаға қатыстың, қандай аудандық па, қандайға шықтың, республикалық па деп. Соны өйткені мен сол ықыласты болатын болса, мінез болатын болса балада, ол аналар сразу алып кетеді. Сондықтан да мен қазір кішкентай балалардың ата-аналарға айтатын мектепте дұрыс жақсы оқуына қатты мән беру керек. Өйткені көп адамдар қазір мынандай бір дезинформация шығып жатыр ғой, типа оқу не керегі бар, мен и так та тройщик болып байып кеттім деп. Бұл единичный случай негізі да. Бірақ ғылымға келген кезде мектепте жақсы оқығандар бар ғой, солар алып кетеді. Бұл мен өте маңызды деп айтар едім. Мысалы менің інім бар, ол мектепте оқиды да, бірақ көбінесе 4 сабақтары, бірақ математика, физикадан енді страшно. Именно математика, физика маңызды. Өйткені математика, физика бұл тек қана логикаға негізделген ілімдер тоже. Я эмпирикалық нелер бар. Мысалы математика, алгебра бар ғой, бұл тек логика. Формула бар. Физика кішкене бар, тасауыр керек, эмпирикалық әдістер керек, бірақ ол да логика да. Негізі көп жағдайда логика. Соған қарай фокус қойған дұрыс дейсіз ғой. Әлемнің бәрі бір түсінікке негізделеді ғой. Себеп пен нәтиже бар ғой. Сол түсінікті сен түсінсең, әлемді түсіндің. Сондықтан да баяғы ғалымдар, мысалы имам Насафи дегеніміз бұл усул фихта да маман болатын, араб тілі грамматикасында маман болатын, ақидада да кітаптары бар, логикада да кітаптары бар, медицинада кітаптары бар. Бір ғалым да медицина неге деген кезде бір әлемнің түсінігін түсінген ғой. Ол қандай түсініктен кезде себеп пен нәтиже. Себеп болса нәтиже болады деген мәнді түсінген. Түсініп тұрсың ба? Бір-біріне әсер ету мәнді түсінген. Әлем соған негізделеді. Заңдылық сондай да, Аллах тағала сөйтіп жаратты. Себеп бар. Енді сен Алланың өзін табуың үшін сен себеп нәтиже түсінігің арқылы табасың да сен. Мысалы, әлем нәтиже ғой. Кім себеп деген шығасың да сен. Сен мысалы қазір мына подкаст не үшін түсіріп отырсың? Сен белгілі түрде себептерді алдың да, белгілі түрде нәтижелер күтесің. Дұрыстап тұрып. Енді бірақ бұл себеп пен нәтиже любой нәрсеге себеп нәтиже бола бермейді. Ұқсас болып тұрса да. Мысалы, маған айтшы сен, Нұржан, сен неге білімдісің дейді. Сұрақ қой. Нұржан, сіз не үшін білімдісіз? Мен айтсам, өйткені мен көп кітап оқитын десем. Бұл бір вариант. Екінші вариант, өйткені менің бойымда білім бар десем. Қайсы дұрыс болады? Екіншісі. Бірақ көп кітап оқу кеп қалады, иә? Біз білеміз ғой. Вроде бы келетін сияқты. Бірақ біз білеміз ғой, көп оқыған қанша адамдар бар, білімсіз. То есть бар ғой варианттар, исключение жоқ қой әлемде. Но мынандай адам жоқ. Оның бойында білімі бар да, біз оған білімсіз деп айтамыз деген адам жоқ. Ол білімді болып тұрады да. Себеп нәтиженің өзінің көп несі бар, ереже шарттар бар. Сол әлемде кім деймін, себеп нәтижені түсінді, отбасылық проблема бар да сол себеп нәтижені түсіну. Сол сәләфилер математиканы дұрыс оқымаған сияқты. Енді ол білмеймін. Аллаху алам. Кейбір сәләфилер ренжіп қалмасын құрсын. Сонда осымен аяқтайық ұстаз. Егер де ұнаған болса, лайк басыңыздар, тарқатыңыздар, видеоны пайдалы болса. Ассалаумағалейкум. Алейкум салам. Алла разы болсын.